Қайырлы күн достар, сіздермен Айдана, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін үй жағдайында Рафаэлло жасайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, осы видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге қажет заттар кокос, сары май, сгущенка, дән және де тағы да кокос, одан кейін ванилинный сахар қажет болады. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Сары майларыңыз міндетті түрде жұмсақ болғаны дұрыс. Енді оны шаншықының көмегімен осылай езіп аламыз. Сары майымыздың үстінен сгущенкамызды қосамыз. Сгущенкаларыңыз қатты сұйық болмағаны дұрыс. Енді екеуін біркелкі болғанша араластырамыз. Барлығын араластырып алдық. Енді үстінен кокосымызды қосатын боламыз. Мұнда менде 250 грамм. Енді барлығын араластырамыз. Оның үстінен ванилинный сахар бір қасық, кішкентай қасықпен қосып, біркелкі болғанша араластырып аласыздар. Барлығын араластырып болғаннан кейін бетін тегістеп тоңазытқышқа 1 сағатқа қалдырасыздар. Бізде майымыз қатуы қажет. Ол аралықта біз дәніміздің үстіне қайнаған су құйып 5 минутқа қалдырамыз. 5 минут өткеннен кейін дәніміздің сыртқы қабаттарын осылай қолыңызбен ашсаңыздар, оңай ашылатын болады. Сыртын барлығын тазалап шығамыз. Дәніміздің барлығын тазалап болғаннан кейін сковородкамызға дәнімізді салып, суы кеткенше осылай қуырып аламыз. Қатты қуырып жіберудің қажеті жоқ. Мұнда суы кетіп, дәніміз құрғаса болғаны. Бастапқыда жоғарғы температурада, одан кейін баяу температурада қуырғандарыңыз дұрыс. Енді Рафаэлломызды жасауға кірісеміз. Алдымен осылай үлкен қасықпен 1 қасық алып, арасына дәнімізді саламыз және де дөңгелек формаға қолымызбен келтіріп аламыз. Дөңгелек қылып, дөңгелек форма жасап болғаннан кейін кокосымызға аунатып аламыз. Барлық шетіне біркелкі тиіп шығуы қажет. Және де қалған бөліктерінде дәл осы әдіспен қайталайтын боламыз. Аунатып алған соң ыдысымызға қойып шығамыз, арасын кішкене ашық қып. Және де бұны 1 сағатқа тағы да тоңазытқышқа салып алыңыздар. Сонымен біздің Рафаэлломыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айдана. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.